Сәлем достар, бүгін осындай тыквенный кекс дайындаймыз. Қазір тыкваның уақыты болғандықтан тыква өте арзан, кейбірлері отырғызған да шығар. Сондықтан да тыкваның уақыты болып тұрғанда осындай дәмді тыквенный кекс дайындап көрейік. Алдымен тыквамызды жуып, дыштап, ішін сыртын тазалап дайындап аламыз. Тазартылған тыкваның салмағы 400 грамм болып шықты. Дайын болған тыквамызды күштен өткіземіз. Оған 100 грамм қант, 1 шымшым тұз, 60 грамм сұйық май қосамыз. 50 грамм қаймақ, 150 грамм манка жармасын және де 2 жұмыртқа қосамыз. Сонында 1 шай қасық қопсытқыш қосасыз. Кунжут, қалауыңыз бойынша кез келген жаңғақты қосуға болады. Қамырымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін формаға құйып 180 градус ысып тұрған пешке шамамен 50-60 минутқа қойып пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі пісіреді, сондықтан да пісуге 15-20 минут қалғанда зубочисткамен тексеріп тұрыңыз. Зубочистканы тыққан кезде ол құрғақ болып шығу керек, сонда кексіңіз дайын деген сөз. Менің кексім дайын болды. Дымқыл, дәмді әрі жұмсақ болып пісті. Үйдегілерге өте қатты ұнады. Сондықтан да сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.